28 қаңтар 2017 жылы болған оқиға. Айбек бауырым екеуміз жұмыстан кейін серігіп қайту үшін кафеге сыраханаға барамыз деп келістік. Сыраханада отқанда Айбектің басы ауырғандықтан дәретханаға бара жөнелді. Айбекке не болды екен? Қай жақта жүр ол? 20 минут болды ғой дәретханада жүргеніне. Содан соң мен дәретханаға бардым. Сол кезде Айбекті көріп мен қорқып кеттім. Айбек, не болды саған? Кіммен төбелескенсің? Неге сенің басын қан? Айтсайшы, Айбек. Ол адам емес. Ол адам емес. Ол нағыз шайтан. Айбек, сенің есін адасқан ба қайдағы шайтан? Кім бұны істеген? Шайтан, шайтан, шайтан деп қайтала берді. Осы күннен кейін Айбектің есі ауысып, тума-туыстар оны жындыханаға жатқызуға мәжбүр болды. Тума-туыстарының айтуы бойынша, Айбек қараңғы түскен кезде үлкен ешкінікіндей мүйізді, бойы 2 метрлі, денесі қап-қара жынды көретінін айтты. 3 айдан кейін Айбек жындыханада қайтыс болды. Қандай себеппен қайтыс болғанын дәрігерлер анықтай алмады. Бірнеше күннен кейін Айбек менің түсіме кірді. Ол маған жамандыққа жолама, Құдай бәрін көріп тұр деп аян берді.